Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен жүзеге асырылып жатқан «Біз біргеміз» акциясы Түркістан облысы Мақтаарал ауданы аумағында да қарқынды іске асырылуда. Өз кезегінде жергілікті кәсіпкерлер де қарап қалмай, елде жарияланған төтенше жағдайға байланысты көп балалы және аз қамтамасыз етілген отбасыларға қолдарынан келгенше көмектерін беруде. Қазіргі таңда еліміздегі төтенше жағдайға байланысты қиын қыстау сәтте мақтааралдық жомарт кәсіпкерлер халықпен бірге екендіктерін көрсетуде. Бүгінгі акция аясында негізінен Жамбыл, Мақтаарал, Жаңажол ауылдық округтерінде тұратын аз қамтамасыз етілген отбасылар қамтылған. Парвиз тәжік этно-мәдени орталығының филиалы Мақтаарал ауданындағы міне көріп отырсыздар, Боев Абдухашим міне бүгінгі халыққа деген өзінің қол үшін созып отыр. Жаңағы айтқан, бұл жердегі көп балалы жанұя, одан кейінгі аз қамтылған отбасыларға. Бұл пакеттердің ішінде жаңа күнделікті азық-түлік, сонымен бірге гигиеналық заттар. Хамруата ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативінің төрағасы Абдухашим Боев пен жеке кәсіпкер Абдужалил Боев Хамруата ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативінің төрағасы Абдухашим Боев пен жеке кәсіпкер Абдужалил Боев 60 отбасыға азық-түлік пен гигиеналық заттарды үлестіріп берді. Тек мұнымен шектелмеген кәсіпкерлер бұған дейін де 200 отбасыға қайырымдылық жасап көптің алғысын алған болатын. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бірлесе бірігер ел бірінші женеде атты мақаласын орындау мақсатында біз Хамруата шаруашылықты жүргізу кәсіпорны және Нұр Отан партиясы Мақтаарал аудандық филиалы мен бірлесіп елбасы Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен біз біргеміз акциясы жобасында партияның ардагерлерді ардақтайық, бақытты отбасы, кедергісіз келешек жоба аясында Мақтаарал ауданында тұратын қарт және мүмкіндігі шектеулі азаматтар мен өз аз қамтылған отбасыларға азық-түліктер мен гигиеналық тауарлар мен қамтамасыз етеміз. Құрметті жерлестер, біз бұл індетті бірге жеңеміз. Кәсіпкерлердің бұл ісін құптап аз қамтамасыз етілген және көп балалы отбасылардың тізімін жасақтауда сүбелі үлес қосқан Мақтаарал ауданы әкімдігі мен Нұр Отан партиясының Мақтаарал аудандық филиалда белсенді жұмыстар атқаруда. Мен Жамбыл ауылдық округінде тұрамын. Мен Нұр Отанға өте ризамын. Өйткені менің 8 бала шағам бар, бір инвалид қызым бар. Әйтеуір соны қолдап, әйтеуір бұлар көмектесіп отыр, соған ризамын. Осы кәсіпкерлерге де мен рахметімді айтамын, әйтеуір мені қолдап отқандарға. Алла берген құлша Нұржан Седазимов, ақпарат Мақтаарал ауданынан.